саусақ бірікпей ине ілікпейді дейміз. Бұл қазақтың балаларының болашағы үшін жасалып жатқан қадам болғандықтан еркін сұхбат болмақшы. Екеуміз әңгімелесіп отырмыз. Қалай қосу керек, қалай айту керек. Мұғалім тіке өзінің білімін береді. Болды. Жақында докторлық қорғағаннан бейхабар. Мен өзімді больше педагог санаймын. Мен де солай. Мен онша ән айта алмаймын. Жақсы педагогпын. Педагог болу үшін ол адамның өзінің бір шынымен де қабілеті болу керек. Бізбен де бірге жұмыс жасайсыз деген ниеттеміз. Ақшасын төлесең де. Болады ғой, бұл тек Қазақстанда емес. Құрсын, кетші жаққа, кетші. Енді шыны керек бізге мына ауа райы өте ұнап отыр. Мынандай бұлттың артынан керемет күн шығатын белгілі. Сен сөйлесең бар ғой. Қош көргенше сау болыңдар деп аспаннан кетті. Жалпы Дарын онлайнның негізін қалаушы азаматтарға, азаматшыларға басын дейіп рахмет айтқым келеді. Ассаламағалейкум ардақтыларым. Аса бір сондай таныстыруды қажет етпейтін біздің жұлдызды жұбымыз Қайрат Әділгерей мен Бақыт Тұрманмен еркін сұхбат болмақшы. Мынау Дарын онлайн деген мектеп платформасы іске қосылғанынан хабардарсыздар. Әсіресе мынау пандемия басталып, карантинге жабылғаннан бастап, мемлекетімізге әсіресе осы білім және ғылым министріне бірден бір қадам жасап, өздерінің ерікті түрде, былайша айтқанда волонтер ретінде де, қазақтың біліміне жанашыр ретінде де осы Дарын онлайн үлкен қадам жасап бастады. Жалпы Дарын онлайнның негізін қалаушы азаматтарға, азаматшыларға басын дейіп рахмет айтқым келеді. Енді Қайрат Әділгереймен киелі сахнада үнемі ұшырасып тұрамыз, достығымыз бар. Ал Бақыт Тұрманмен осы өнер саласында биіктер бірге бағындырып келе жаттық деп айтсақ та болады. Және педагогика саласында да әріптеспіз. Бүгінгі жалпы цифрлы Қазақстанға біздің өтуімізге, толыққанды 100% өтуімізге қанша уақыт кетуі мүмкін, немесе қазіргі онлайн сабақтарға деген көзқарастарыңыз? Қазір енді екіұдай пікірде ғой, біреулер дұрыс дейді, біреулер бұрыс дейді. Әрине офлайн тікелей отырып ұстазбен сұхбаттасып, білмегенін сұрау, оған ештеңе жетпейді әрине. Бірақ осы халықтың көбісі түсінбей жатыр осы мәселеге. Қайреке. Жалпы өзі әулие сондай ғой, тарих бойынша да сәке. Ескі менен жаңа всегда тоқырасады. Түйіскен кезде біраз пікірлер, кертартпа пікірлер болады. Бұл онлайн деген нәрсені, мысалы біз енді қабылдап жатырмыз. Бұл адамдардың ең қазіргі мына заманда, заманауи заманда ең қымбат зат уақыт қой. Бір-бірінің уақытын алмау ғой бұл жерде. Яғни нақты білімді порцияменен әкеп беру. Яғни біреудің білімін, ана қазіргі жедел жеткізу деген болады ғой, мысалы гамбургерді бір жерге барып, үйден шығып, киініп, оған бензин құртып, оған бақыт боянады. Ол боянады 2 сағат. Қырылып, төбелесіп жүргеннен гөрі доставка едіге звондайсың, керек тамағыңды әкеп береді. Яғни уақытың кетпейді. Бұл жерде оның ішінде білім саласында да, мысалы, мектепте жүрген кезде 1.90-да определенный өзінің беретін білім мөлшері болады ғой, мысалы. Сосын 2.90 программасы бар, 3.90 ең ұзақ 90, 4.90 деген сияқты. Бұл да порция білімменен саған кәдімгідей доставка дейді ғой. Уақытыңды үнемдеп әкеп береді. Яғни сен арбаңдап мұғаліммен әңгіме айтып, өсек айтып, біздер мысалы баяғыда мектепте болсын, университетте болсын, бірінші мұғалім келеді, ой, кеше мен деген совсем бір ағамма барып келген. Тіп деп басқа әңгімені айтып кеп. Мә, 15 минут қалыпты, сабағымызды бастайық дейді. Одан кейін 15 минутта тақырып ашылып үлгермейді деген сияқты да. А бұл жерде кәдімгідей целенаправленно дейді ғой, мақсат қойып, тұтынушы білім алады, мұғалім тіке өзінің білімін береді. Болды. Енді сенің ойыңша Қайрат, мәселен, бұл енді пандемия бітіп Алла нәсіп етсе, ол күндерде жақын болсын деп дейді. Карантин ашылып, бұл бүкіл қолжетімді жағдай, офлайн оқуға мүмкіндік болған жағдайдың өзінде көп адамдарға осындай қадамға ауысу мүмкін ба? Мүмкін. Онлайн, маған осы ұнап қалды, осы сабақтан мен офлайнда алатынды онлайнда алып отырмын. Мүмкін. Оған бола мен костюмді ауыстырып, киімді киіп, уақытымды, автобусымды, метромды, немесе тағы да бір әкемнің көмекшісін бар, машинасын қыздырып ары-бері жүрмей, қыстың өзінде де мысалға да уақыт кетірмей осыған ауысып кету мүмкін ба балалардың? Ауысып кету әбден мүмкін. Өйткені неге? Мысалы ата-ана бір баланы, мысалы
қазір біз баланы жан-жақты оқытып жатырмыз ғой. Өзінің мектебінен бөлек спорт секциясын алып барасың, өнер үйірмесіне алып барасың. Спорт секциясы қаланың мына жағы болса, өнер мектебі мына жағында болатын болса, сол уақытты үнемдеудің арқасында, яғни платформада, белгілі бір платформада сен балаңа білімді алып бересің, сатып алып. Ол өзінің компьютерменен қарап отырады. Бұл негізі өте ыңғайлы нәрсе. Бұл затқа біз енді келе жатқаннан кейін бізге таңсық дүние сияқты болады да, сосын бір бұрынғы комфорттан шығуға қорқамыз да біздер үнемі. Сосын мына қазіргі комфортқа үйренісе алмай жатырмыз. Бірақ бұл да болашақта керек нәрсе. Мысалы, кейбір мысалы режиссерлар болсын, операторлар болсын да, мысалы мына жігіттер белгілі бір осының оқуын оқу үшін ол мұхит асып Америкаға барып, оны сол жерде 6 ай оқып, ол жерде квартира жалдағаннан гөрі сондай платформадан өзінің керек информациясын сатып алады да. Енді қазіргі уақытта қаншама магистранттарды, докторанттарды білеміз. Әлемнің бірнеше жерінде бір уақытта, мәселен айталық 4 жыл, 3 жылдың ішінде доктор атанып отқан, бірнеше диплом алып отқан адамдар. PhD доктор деген сияқты. PhD доктор тауып отқан. Енді жаңағы Дарын онлайн мен смарт өнер мектебінде қосылуы, енді Бақыт екеуміздің тақырыбымызға жақында үйлейініп тұр. Екеуміз әңгімелесіп отырмыз. Сіз алып отырмыз. Мен пока не жейді тұрайын. Жуылған, таза. Құрсы осыдан кейін больницадан бірақ шықпайды. Жоқ, керісінше жеміс жидек көп жеу керек. Иә, сөйтеді. Бір не персик қой, шабдалы. Бір ИВЛ-ді алмастырады екен. Айта берейін. Жаңалық. Мәселен, ондай бір платформаға кіру ойда бар ма? Мысалы, өзің республикалық эстрада цирк колледжінде дәріс бересің. Ол жерден зуммен сабақтар өтіп жатыр ғой әрине. Бірақ біздің смарт өнер мектебі мен Дарын онлайн мектебінің қосылуы бұл жерде уақыт үнемдеу бір. Екіншіден, біз отырып, мәселен, бір үйде 10 бала болуы мүмкін, немесе 7 бала, былайша айтқанда 3 бала болуы да мүмкін. Бір уақытта барлығына бірдей сабақтың кестесін қою мүмкін емес. Сол кезде әкесіне компьютер керек болып қалуы мүмкін, біреуге гаджет керек болып қалуы мүмкін, біреуге телефон керек болып қалуы мүмкін. Сол кезде біздің сабағымыздың оңтайлысы, сен қалаған уақытында кіріп оқи аласың. Және тоқтатып қайтып көре аласың түсінбеген нәрсені. Қазіргі енді республикалық эстрада цирк колледжі туралы айтып берсең, жалпы өзің педагогика туралы айтып берсең, көптеген платформаларға жүйе қойып берген адам ретінде өзің қатты айтып отырған. Жоқ, рас қой. Жалпы негізі сіздің айтуыңыз маған бір жаңалық сияқты болып жатыр, шыны керек. Көп негізі ойламайды екенбіз. Біз енді советтік кезден оқып кеткен балалар болғаннан кейін біз сол жаңағы ережеге, соған жаңағы бағынып жүйеге үйреніп қалған адамбыз ғой. Сондықтан біз қазіргі уақытта да осы март мезгілінің наурыз айынан бастап біз енді ұстаздар да студенттер де онлайн енді оқуға көштік қой. Шынымен де жаңағыдай оның бір қиыншылықтары негізі болды, бір түсініспейтін жерлері, иә. Бірақ дегенмен қазір сіздің сөзіңізді тыңдап отырсам, шынымен де өте ыңғайлы екен негізі. Өйткені бізде ең үлкен оқу орындары жаңағы немесе ең тәжірибелі оқу орындары үлкен қалаларда орналасқан ғой, жаңағы Алматы сияқты, Астана, Қарағанды сияқты, Шымкент сияқты. Ал мысалы ауыл аймақтардан барлығы сол жақтарға келіп оқи алмайды мысалы. Мүмкіндік бола бермейді, бірақ оқығысы келеді. Біз білеміз, талантты балдардың барлығы ауыл жақта негізі біз шыны керек, иә. Сондықтан барлығы мысалы қалаға келіп, ол жерде біреуінің жаңағы жатақханасы бар, біреуінің жаңағы тұратын бір үйлері бар деген сияқты, оның барлығы артық бір не ғой адамға қиыншылық, шығын, иә. Сондықтан осы ретте мен ойлаймын, егер бұл платформа шынымен де қолға алынып бір ары қарай өзінің жолын тауып жатса, бұл жүйесін тапса, онда ол сондай балаларға бұл өте үлкен көмек болар еді. Бірақ дегенмен бұл жерде жаңағы ескере кететін нәрсе, бұл ең біріншіден сол білімнің жаңағы сапасы. Қандай біз жаңағыдай кәдімгідей жауапкершілікпен оған қарауымыз керек та. Тіпті қазіргі кезде мысалы біз онлайн неге шығамыз ғой оқуға. Сол кезде де біз мысалы үлкен жастағы мұғалімдеріміз көбі түсіне бермейді қазіргі кезде мына онлайн нені қалай қосу керек, қалай айту керек, интернетті қосу керек. Оның барлық мысалы студентке де бір кедергілерін келтіреді. Сондықтан оның барлығын біріншіден біз техникалық жағынан қамтамасыз етіп алуымыз керек та өзімізді негізі шынымен де. Сосын барып сапалы түрде видео жаңағы сабақтар, онлайн сабақтар, соның барлығы жазылу керек, иә. Сол кезде мен ойлаймын
енді иә Қасым Жомарт сапасы Кемелұлы да болады. айтып отыр ғой енді қазір барлық елді мекендердің барлығына осы ғаламтор желілері жету керек. иә жету керек міндетті түрде Сапасы. иә өйткені біз қазір соның мысалы кемшіліктерін қазір көріп жатырмыз мысалы тіпті әсіресе өнерге қатысты айтатын болсақ енді былай гуманитарлық сабақтар техникалық сабақтарды енді біз көріп жазып олай жасай аламыз ғой енді ал мына именно өнерге қатысты болған кезде бұл жерде енді бізде кәдімгі практикалық жүріс ғой Тәжірибе. практикалық тәжірибелік сондықтан бұл жерде енді кәдімгі шын бізде дұрыс жаңағы байланыс керек та сосын бір жаңағы маған ұнайтын жері бұл жерде мына оқитын білім алушының өзінің өзіндік жұмысы жаңағы самостоятельность дейді ғой өзіндік жұмысы көбейеді негізі оған мен өзімнің көзім жетті өйткені осы жаңағы карантин басталғалы мысалы менің студенттеріме тапсырма беріледі олар өздері үйде распевкасын да жасайды менің нұсқауыммен әндерін де жаттайды жаңағы сөздерін де жаттайды міне өзіндік жұмыс деген міне егер колледжде жүрсе мысалы оффлайнда жүретін болса көп жерде олар не келмей қалады сабаққа не ұмытып кетеді иә не жаңағы қадағаламайды өзінің жаңағы тәртібін ал бұл жерде үй жағдайында болғаннан кейін әрине уақыт оларда көп және де сенетін ешкімі жоқ барлық жауапкершілік өзіне сондықтан иә өз өзіне жауап береді жаңағы сондықтан оларда өзіндік жұмыс көбейді мысалы бір жақсы жағы негізі сол деп ойлаймын мысалы бірақ енді сапа өзінің дәрежесін деңгейін көрсетіп қойды өкінішке орай қазір барлық жерде компьютер жоқ кейбіреулер талға шығып иә болды бізде соның барлығымен қамтамасыз ететін болса бір онлайн сабақты кәдімгідей бір жүйеге қойып орнықтыруға болады деген жалпы бұл онлайн сабақтардың онлайн жүйенің дамуына бірден бір кепілдік беретін осы интернет жүйесі барлығына қамтамасыз етілсе ғана бұл тақырыптың бұл жүйенің қарыш қадамменен дамитыны сөзсіз. Егерде сен мысалы сапа жағынан білімді бәрін жүйесін келтіріп қойып, сенің өзіңнің интернетің, яғни желі ақсап тұрса, онда сенің жұмысыңда жүрмейді деген сөз ғой. Сондықтан да осы жағында қадағалап берсе, ары қарай онлайн жұмысыменен өзінің білімін сатуменен айналысатын педагогтар өте көп. Мысалы, баяғы советтік жүйеден қалған педагогтарды, мысалы, үлкен кісілер болса да, олар зейнеткерлікке шығып кетсе де, білімді мамандарды өздеріміз мынадай үлкен қалада 3 миллион халқы бар мегаполисте өзіміз іздеп тауып барып, уақытын бөліп балаларымызды алып барамыз оқыту үшін ше. Егерде мысалы сондай үлкен кісілерде үйреніп алса онлайнмен. Енді қазір біздің де үлкен мэтрларымыз бар ғой қазақтың эстрадасында, қазақ өнеріндегі. Сол кісілердің барлығы заманның көшінен қалмай үйреніп алды. Тіпті немерелерін шақырып алып, немесе қыздарын, ұлдарын шақырып алып, мынаны қосып бер дейді, ары қарай өзінің методикасымен сабағын өте береді. Ол ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Енді айтып отырмыз ғой, кейбір адамдар өкінішке орай бір адамды танымай жатып, жалпы Майкл Джексонның да бір керемет сұхбатын көріп қалдым, сен онымен отырып сұхбаттаспайынша, сен ол туралы пікір айтпа дейді. Бұл сияқты кейбір адамдар отырып, Сәкен аға, сіздің жалпы педагогикаға не қатысыңыз бар, сіз шығармашылық адам емессіз бе деген сияқты алып қашпа түрлі қаңқу әңгімелер де бар ішінде. Егер онымен таныған адам болса, 15 жыл бойы Республикалық эстрада цирк колледжінен бастап Бибігүл Нұрғалиқызының қол қалауымен сонда ұстаз болып келгенінен көп адам бейхабар. Кейіннен магистратура қорғап шыққан. Клипті оны көрсетпейсіз ғой. Клипті оны көрсетпейсіз. Жақында докторлық қорғағанынан бейхабар жалпы музыка саласы бойынша, өнертану саласы бойынша. Сол сияқты кейбір шығармашылық адамдарымен өнерді, педагогиканы қатар алып жүру қаншалықты қиын? Бақыт саған сұрақ мысалы. Негізі мен әрқашан айтам, өнер адамы жақсы педагог деген сөз емес, немесе керісінше. Мысалы. Жалпы солай айтады. Егер сен жақсы педагог болсаң, жақсы әнші болмауың мүмкін, немесе жақсы әнші болсаң, жақсы педагог болмауың мүмкін дейді. Өзіңді қайсысына жатқызар едің? Өзіңді қайсысына жатқызар едің? Мен өзімді больше педагог санаймын. Мен де солай. Мен онша ән айта алмаймын, мен жақсы педагогпын негізі. Мен өзімді сол жерде комфортно дейді ғой, өте ыңғайлы сеземін. Суда жүрген балықтай сеземін. Өте ыңғайлы сеземін. Мен әрбір өзім ісіме, оны енді мен педагог болам деп вокалға оқыған жоқпын негізі. Ешкім өйтіп оқымайды педагог болам деп. Педагог болғысы келмейді ешкім. Өйткені оның жұмыстың қандай қиын екенін әрбір адам біле бермейді. Бірақ дегенмен енді оқу бітіргеннен кейін өзі тағдырдың жазуымен солай болып қалды бір жаңағыдай мені колледжге шақырып.
сол кезде барған кезде енді мен өзімді сондай өзімнің орнымды тапқандай болдым. Қазіргі кезде енді мысалы мен жарайды педагог қойшы сол жерге сол неғыламын, әлі жаспын ғой, студенттермен жүріп өзімнің шығармашылығымды жасайын деп айтайын десем, мен қимаймын. Біріншіден маған қызық. Өйткені мен айтам, әр жыл сайын айттым, ауыл жақтардан немесе шет жақтардан көп талантты балдар келеді. Ол балдарды жаңағыдай естіп таныған кезде бір көмектескім келіп тұрады. Мен біліп тұрамын. 10 жылдан мен мысалы өзіме біршама тәжірибе жинадым. Дауысқа қатысты, вокалға қатысты. Енді біз енді бөлеміз ғой дауыстарды. Сондықтан қасымда үлкен профессор ағайлар бар, апайлар бар, солардың нұсқауымен, солардың ескертулерімен көп нәрсені қазір мен танып қалдым. Сондықтан мен ойлаймын, мен өзімнің жаңа методикам, өзімнің осы педагогикаға деген менің жаңа қарым-қатынасым жақсы нәтиже беріп жатқаннан кейін мен ойлаймын, өзімнің мамандығыма мен өзім керекпін деп. Өзімді өте ыңғайлы сол жерде сезінемін. Сондықтан мен айтамын, бірақ жаңағыдай жақсы әнші болып тұрып, осы кісіден сабақ алу керек екен деген ол дұрыс емес ой. Әрқашан өйтіп ойламаңдар. Педагог болу үшін ол адамның өзінің бір шынымен де қабілеті болу керек. Именно оқу, білімге, мына өзіндегі бар нәрсені балаға жеткізу деген сияқты, Сон және сол баладан нәтижені алу, көру, баладағы соған үңілу балаға, ол енді өте сондай химический нәрсе сияқты ғой, шыны керек. Психология, сондықтан психология. Егер бір адаммен жаңағыдай психологически байланыс жасай алмайтын болса, өзінің бір мінезі болып, өзінің бір амбициясы болып, немесе бір қылықтары болатын болса, ол адамға студентпен жұмысы өте қиын болады. Сондықтан мен педагогтарға мысалы сырттайда қазір менен кейінде келіп жатқан жас педагогтарға қараған кезде мен мысалы өзім біршама бір талаптар қоямын. Мысалы, сосын жаңағы көптеген мұғалімдердің мен жалпы студентпен ең бірінші оның жаңағы өнерден бұрын, методикасынан бұрын мен оның студентпен қарым-қатынасын бірінші бағалаймын негізі. Жаңағы айтқандай, өйткені ең бірінші сәтте жаңағы студент ұстазға сену керек қой, сену керек. Содан кейін барып, ол ұстаздан бір идеал көргеннен кейін барып, ол уже сол ұстазды өзіне үлгі етеді. Сенген байтын пір тұту керек қой. Пір тұту керек. Бірақ сол ретте де ұстаз бен жаңағы студенттің немесе оқушының арасында бірдей деңгей болып қалмау керек. Субординация міндетті түрде. Сен тіпті жас мұғалім бол, тіпті профессор бол, қандай мұғалім болса, ұстаз ол оқытушы, студент ол студент, тіпті сенен жасы үлкен болса. Мысалы болады ғой колледждарда, мысалы тіпті сен үлкен де студенттер. Сондықтан сол мәселелер мысалы өте маңызды деп ойлаймын, именно педагогика саласында. Сол кезде жаңағыдай қандай болмасын студент сені сыйлайды әрқашан, сенің талапты да қоя аласың, сенің айтқаның бәрін орындайды жаңағыдай, и сен одан жақсы нәтиже көресің мысалы. Мен өзімнің қазіргі уақытта мысалы ойым сол. Сондықтан өзімді мен ыңғайлы сезінемін, бағалаймын осы жұмысты. Бұлай енді ұстаз ретінде баланың қарымына қарап, талантына қарап білуге бола ма мәселен мысалға? Мынада болашақта болмаса бір танымалдыққа ие болады. Әрине, бұл тылсым дүние білмейсің, бір харизма деген білуге. Сонда да өзің айтып отырсың ғой, бір мінезіне қарап, болмысына қарап, амбициясына қарап, мен болдым, толдым деген сияқты адамдардың өспей қалуы, немесе керісінше анадан кем мынау мен сәл өсуім керек деп содан оқ бойы озып кететіндер көп қой, мысалы шәкірттердің ішінде. Қазіргі біздің Дарын онлайн мектебі смарт өнер мектебімен бірігіп жатыр ғой, енді басқа алдағы уақыттарда да біздің көптеген мектептер, сөзбен айтқанда, саусақ бірікпей, ине ілікпейді дейміз. Жаңағы Дарын онлайн мен смарт өнер мектебінде бірігіп жатуы, бұдан кейінгі де көптеген өнер мектептеріне бір алғашқы бір үлгі сияқты болса да, мен ешқандай өкінбес едім егер ары қарай жалғастырып кетіп жатса. Енді Қарақат мектебі бар, Мөлдір Мұқанованың мектебі бар, қаншама бізде мектептер. Индира Расылхан ашты. Сол мектептердің барлығы жаңа ары қарай жалғастырып кетсе де құба-құп деген болар едік. Былайша айтқанда, тек бұл қазақтың балаларының болашағы үшін жасалып жатқан қадам болғандықтан біз тек қана қуана қолдаймыз бір-бірімізді. Жалпы мынау білім министрлігінің де Асхат Аймағамбетовтің де осы Дарын онлайнды қолдап отырғаны, әйтпесе жоқ, балапан арнасы арқылы, басқа да арналар арқылы біз онлайн сабақты өтіп жатырмыз, жетеді деп қалған дүниеге көз жұмбайлықпен қарай берсе де болар еді. Бірақ көкірегі аяғы көзі ашық сондай азаматтар жастардың сондай ауылдың мектептерінен, ауданның мектептерін көріп келіп, министр деңгейіне дейін жетіп,
және соны дұрыс қадағалап цифрлы Қазақстанның не екенін түсіну үлкен ерлікке пара-пар деп ойлаймын. Енді біздегі ұстаздарға да келетін болсақ, жаңағы Назарбаев интеллектуалды мектебі болсын, білім инновациялық лицейі болсын, жаңағы республикалық физика-математика мектебі болсын, солардың барлығынан жақсы дәріс алған мықты мамандар. Бұл орайда білімнің сапасына күмән келтірмеуге болады. Енді әрине осы уақытқа дейінгі аяқ астынан бел шешіп білек сыбанып кірісіп кетті да, мемлекетке көмектесейік, балаларға көмектесейік, мектеп жасындағы балаларға көмектесейік деген ниетпен жасалды Дарын онлайн мектебінің. Бірақ сонда да бір қайнауы кем болған шығар кез келген дүние. Осыншама керемет жасадым дегеннің өзінде бір қателіктер болуы мүмкін. Бірақ ол қателіктердің барлығын алдағы уақытта ескердік. Сол себепті Бақыт ханым енді бізбен де бірге жұмыс жасайсыз деген ниеттеміз, Алла нәсіп етсе. Енді Қайрат ақшасын төлесеңдер. Жалпы Сәке, мына смарт өнер мектебі менен Дарын онлайн мектебінің жүйесі, мына біз Атырауда екеуміз сол мектептің түлегіміз. Атырауда Кіші өнер академиясы бар, Нұрғиса Тілендиев атындағы. Біз түске дейін спец сабақтарды оқитынбыз. Яғни мысалы Бақыт әншілігінде оқыды, мен актерлығымды оқыдым. Түске дейін актерлығымды оқимын, түстен кейін гуманитарлық сабақтарды оқимын. Тіпті жатақханасы болатын. Бұл жүйе енді бұл онлайн, екеуі де бірге онлайн түрі деп қабылдасақ. Офлайн таныстыңдар, біздер офлайн болды. Жалпы Қайреке, енді мынау бір әлем тоқтап қалғандай болып тұр ғой, шыны керек. Бүкіл әуе жолдары да, әуе кемелері де, жалпы тыныс-тіршілік, пойыз, кеме барлығы тоқтап қалды. Енді осы шекарамыздың жабылуы мысалға да, бір осындай дүниелердің барлығы біздің пайдамызға шешіліп кетуі мүмкін бе? Мысалы, өзің қалай ойлайсың? Мысалға, аяқ астынан біз маска тігіп кеттік, неге сондай біздің кішігірім цехтар, фабрикалар, өндіріс орындар дамып кетеді деп? Мына біздің карантин болғаны, пандемия болғаны енді бүткіл әлемде шарпып жатыр ғой, бұл тек Қазақстанда емес. Құрсын, кетші жаққа, кетші! Бір фонарик ұстай алмасаң, не қылып жүрсің? Баршы жаққа, баршы! Сен ары қышып аласың, сен десең. Кетті. Ойым біліп кетті оға ерші. Енді шыны керек бізге мына ауа райы өте ұнап отыр. Күшті ауа райы жалпы. Осылай болса екен, карантин біткенше. Жоқ, Тамара Асардың әңгімесі есіме түседі, кез келген адамды табиғаттың құбылысы деп қабылдау керек дейді. Қазір осы табиғатқа көніп отырмыз ғой. Сол сияқты кейбір адам дауыл болуы мүмкін дейді. Біреу шуақ шашып тұруы мүмкін, біреу жазғы, біреу көктем күліп жүріп. Біреудің туған күні бүгін. Біреу террасаға жайып қойған ба дастархан. Біреудің мінезі қыстай қатулы дейді. Соның барлығына біз енді ауа райы мұндай демейміз ғой. Барлығын қабылдай білуіміз керек. Ең басты үйдегі ауа райы жақсы болсын. Үйдегі ауа райларын дұрыс айтып. Күшті, ойбай мен. Енді жаңағы айтып отырмыз, жаңағы маска мәселесіне келіп жатырмыз, жаңағы бетперде дейміз ғой. Соны тігіп қанша адамдар жұмыс жасап, бір-біріне жұмыс тауып беріп жатыр. Осы біздің қазақилығымызды, жаңағы ұлттық кодымызды ансамайын айқындауға, бір орнына келтіруге біз оқшауланғанымыз керісінше бізге пайда келеді деп ойламайсыз ба мысалы? Көп адамдар мысалы, оның ішінде өнер адамдары шынымен де біз ойлап қалдық. Так, мына заттар тоқтап қалды. Енді не істейміз деген. Өліп қалмайсың ба құрсын? Болды, мен баз кештім деп. Бәрі кіршеден секірсек не болды? Яғни бұл нәрсенің барлығын адамды ойлауға қабілетті. Негізі біз ойласақ, көп нәрсе шығара алады екенбіз. Просто ойланбай жүр екенбіз. Қайрат, мен саған айтайын, қаншама әнші бауырларымыз керемет бизнес ашып кетті ғой, шегірткелер. Қаншама шегірткелер. Мысалы, кеше Бейбітпенен Әсет, замандағы Әсет пен Бейбіт екеуі бизнес ашты да, мен айтам, бір ай карантинде 2 айда жатқанда бүкіл әншілер шегіртке деді ма, осы шегірткені сарказмменен өзіңе эмблема қылып тағып ал дедім бе, идея берді. Сол шегірткені алды да жабыстырды. Кім біледі, ол да бір үлкен бір танымалдық ие болды. Ол танымалдыққа, ол тіпті сенің кофең тәтті болмаса да шегірткеге бола келуі мүмкін да адамдар. Міне, екеуі мысалы бірлесіп кофехана take away дейді, кофе на вынос жасап кетті мысалы. Басқа біреулер мысалы чехол тігіп жатыр. Тағы бір өнер адамдар ана машинаның астына, машина айдаған кезде астыға бір көпшік берді андай, ертоқым сияқты. Оны алдық мысалы. Яғни біз кішкене еңбектеніп, фантазиямыз салып, соған күш жігеріміз салып, өзіміз жүгіріп, тиын тебен табуды үйреніп алдық. Яғни адамның қолынан келмейтін нәрсе жоқ қой, адам самолет,
айға ұшатын ракета шығарғаннан кейін не ол кофе жасау? Иә. Я болмаса маска тігу деген не ол? Ол таңғалатын зат емес та. Бізге соны құнт жоқ дейді ғой мысалы адамдарда. Уақыт жоқ деп айтамыз мысалы. Уақыт жоқ деп айтуға болмайды екен. Құнттамаймыз біздер да. Мен мысалы соны өзімнің басымнан кәдімгі тәжірибе ретінде өттім. Нағашыма бара алмай жүрдім. 14 күн болды. Уақыт жоқ деп бармай жүрдім. Нағашым қайтыс болған кезде жан-жақтан халық келді ғой енді. Алматыдан, Атыраудан жан-жақтан келді. Bir günde 8 рет аэропортқа барып, нағашыма бара алмай жүрген үйге бір күнде 8 рет бардым да. Ол уақыт жоқ деген әңгіме, ол сылтау емес. Адам құнттау керек та, өзіне мақсат қойып, так, мен мына жерге бару керек, мына жерге бару керек. Сол сияқты бұл нәрсе зиян жоқ бұдан ешқандай. Просто мына переформат дейді ғой. Жаңа жүйеге түсіп үйрендік, ойлау үйрендік, өзімізді кәсіп жасау үйрендік деген сияқты ше. Әлі де мысалы көбісі үлкен идеялармен, тың идеялармен отыр үйде. Анаған тек ақша салып, тек соны құнттап жүргізіп кетсе, анау тек гүлденіп дөңгелейін деп. Ал ақша бар кезде құнттамады. Ақша бар кезде құнттамады. Не істейсің? Келіп тұр ғой ақша. Оп-оңай келіп тұр ғой. Сен таңертең ерте 7-те тұрып алып, бір нәрсені бір жерден алып келіп, оны сүртіп 9-да сататын неге дайындап, ондай жұмыс істеген жоқпыз ғой. Сосын менің пікірімде қазір құлдық сана десем бола ма? Мәселен, мен Созақ деген шаһарда дүниеге келдім, сонда өмір сүрдім. 50% өзбек ағайындар тұрады, 50% қазақтар. Сонда жасыратын жоқ, өте еңбекқорлығымен кез келген өзбектің ауласына барсаң, талыда жайқалып тұр, огородында жайқалып тұр. Одан бөлек олар базарда кәдімгі сауда жасайтын. Жаңағы пирожки сататын, пісте семішке сататын, жаңа ашма көже дейміз ғой, айран сататын, барлығын сататын. Бірақ соларға қарап саудагерді күліп жүрген адамдар, Абай атамыз айтпақшы, саудагерді күліп жүрген адамдардың жағдайына барсаң, үйінде ешкімнен қол жайып, сығарға биті жоқ, үрерге иті жоқ. Бірақ күлгенде жақсымыз да біреуді. Ал оған қарағанда ол ешкімнен ақша сұрап отқан жоқ, ешкімді қолын жайып отқан жоқ. Өз еңбектен тауып, соны сатып отыр. Қазір сол саудагер деген аттан біз қалай құтыламыз? Мысалға айталық, Тимотиді мысалға келтірейік, ол жаңағы гамбургер, басқа бірдеңелерді өзі пісіріп сауда жасап жатса, мынау немене аспаз болып кеттің бе деп ешкім оларды ренжімейді. Бұған не жетпей жатыр демейді. А неге біз мысалы, мәселен өзімнің компаниямда айтайын, Аль-Хадай компаниясына өзінің негізін қалаушылардың бірі болып ақша салып, бизнес бұл мынандай пандемия болып кететін ешкім болжаған жоқ. Бірақ сонда да шынымды айтайын, қазір кәдімгідей жыртығым жамап отыр ол бизнесім. Сол сияқты жүйелі түрде. Сол сияқты құлдық санадан қалай құтыламыз? Соған жауап беріңіздер, сосын үйге кірейік. Иә. Жалпы құлдық сана болғанда мен сізге айтайын, Сәкен. Айта беріңіз. Бір-біріміз ұстап айтайық. Айта беріңіз. Мысалы, өзі жұмыс істейтін адам ешкімді тыңдамайды. Өзінің мысалы идеясын іске асырған адам содан ләззат алып жүріп, айналадағы адамға уақыты жоқ оның. Маған мен туралы біреу бүйтепті ғой, ана көрші бүйтеп айтыпты ғой деп, оған уақыты жоқ оның. Ол өзінің жасап жатқан дүниясынан нәтиже көрген сайын ол ләззат алып, содан ол күш қайрат алып, ары қарай баса береді. Сосын тағы да бір идея шықты ма, одан кейін оған өздері келеді адамдар. Сіздің жұмысыңыз осылай жүріп жатқаннан кейін Аль-Хадияның қасына, давай, парацетамол қосып, басқа бірдеңе шығарайық деп, өздері келеді да. Иә, өнер тапқыштар. Сөйтіп ол бизнес бүйтіп дамиды да ол. Негізі қымбатты көрермендер, менің де мінезім өте көркем мінезді, Қайраттікі де көркем мінезді, Бақыттың да мінезін білемін. Просто мына виноградтың мінезі ауыр. Мына жүзім әуелден сондай. Иә. Жалпы бүгінгі сұхбат керемет есте қалады деп ойлаймын. Бұндай дауылды, жауында ешкім сұхбат алып көрген емес. Тур осылай кеткен қалайым. Сен бақыттысың. Сол енді Дарын онлайн мектебіне үлкен рахмет айтамыз. Осы қойылған жүйе платформамызды алға қарай баса берсін дегіміз келеді. Мынандай бұлттың артынан керемет күн шығатыны белгілі. Нәтижесі мынандай қиындықтардың бәрі артта қалсын, пандемия артта қалсын, осы індеттен төрт көзіміз түгел, аман-есен шығуды нәсіп етсін. Ауырып жатқан адамдардың баршасына шипа берсін Алла тағала. Бар жақсылық тілейміз, саналы, білімді, дарынды балаларымыз көп болсын. Енді көп орайда айтып отырмыз ғой. Жаңа Қайрат айтпақшы. Аста салып пакеттер үшіп камера құлақ қоса мусордың жанында тұрсын ба?
иә ондай міндетті үнемі айтатын бір ұраным десем де болады. Білеміз. Жоқ. Айта берейік па, құлайын. жұмысы қиын екен. Әртісте болып қалды бүгін енді. Иә, мысалы көп өнер адамдары барлығымыз. Сен сөйлесең бар ғой. Сен сөйлесең дереу пакет ішіп жатыр ғой бүйтіп. Қарашта крышаға қарай кетті. Деп соңында аспан даласында үшеуміз ұшып бара жатсақ аспанда. Қол ұстасып. Қош көргенше сау болыңдар деп аспанға кетіп бара жатыр.